Ақын Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Журналистер одағының мүшесі, филология ғылымдарының кандидаты, доцент, Жезқазған қаласының құрметті азаматы Ғази Иштанаевтың 65 жасқа толуына орай ұйымдастырылған "Өлеңім өмір серігім" атты челленджді нөмір 2 кітапханадан қабыл алып, нөмір 9 кітапханаға жолдаймыз. Көбелектің қанатында өлең жүр. Гүлдер, келген жоқпыз бекер біз. Жіберсеңші сезімдерге жан салып, шыныменен сағынған екенбіз, көп қарадық гүл қаламға тамсанып. Ақ қанатты періште ғой, білдің бе, көбелектің тілеуі де тек қызық, ұшып жүріп бір гүлдерден бір гүлге жатады екен сағынышын жеткізіп. Гүл алаңнан ада қайғы, ада мұң, мұндай шақта шалқып тасып жатпаймын, аяулымның кеудесіне қатадым, алау гүлді арманай деп ат қойған. Қалай өзі қызық күлкім артама, жүрегімді жұлмалайтын бұрын мұң бір шумағын оқып бердім қалқаға. Гүлдер жайлы жазған жаңа жырымның, гүл жайлы ғой деді аяулым айыптап, бүгін маған арналады деген жыр. Көбелекке қара жаным байыптап, қанатында өзің жайлы өлең жүр.